Мөп-мөлдір көздің қарасы. Тараз қаласындағы 4 күнге созылған сапарым титықтатқанмен кәдімгідей шаршап қалған екенмін. Пойызға кірген бетте жеңіл киімдерімді ауыстырып, өзіме тиесілі орныма жата кеттім. Төсегімнің үстіңгі қапатта болғаны мұндай жақсы болар ма? Ешкім мазамды алған да жоқ. Ұялы телефонды да шұқыламай, кітапқа да қарамай бірден ұйқыға бас қойдым. 4 күнгі шабылыстың шаршауын басып, 4 түнгі шала ұйқының есесін қайтармақпын. Ертеңгі істейтін шаруаларымды жоспарлап, ұйықтап кеткен екенмін. Жолсеріктің төсеніштеріңізді өткізіңіздер деген сөзі ұйқымнан оятты. Оянғаннан кейін керіліп созылып біраз жаттым да жан-жағыма қарадым. Сапарласым 2 қарт, адам мен бір жас жігіт екен. Жас жігіт те үстіңгі төсектен орын алған екен. Менің оянғанымды көріп күле қарап, ұйқыңыз қатты екен деді. Шаршағанмын ғой дедім қысқа ғана жауап беріп. Кеше мені анам шығарып салған. Сіз екеуміздің бір купеге түскенімізді көріп, қуанып тебе повезло деп еді, түк те повезло болмады. Неге? Енді әңгімелесіп жол қысқартып жетеміз деген үміт ақталмады. Өзіңіздей әңгімешіл жігіттер әркімнің қолына түсе бермейді ғой. Бір тыңдайыншы деп едім, тырайып жатып алдыңыз. Егер қарсы болмасаңыз бір жерден шай ішейік. Әлі танысып үлгермеген сапарласымның өтінішін жерге тастай алмадым. Перронда тұрып таныстық. Аты Қайрат екен. Пойыздан түскеннен кейін Алматы вокзалының айналасына топырлай орналасқан асханалардың біріне бас сұқтық. Менің әңгімемді тыңдағысы келген жігіттің өзі нағыз әңгімешіл екен. Мені сөйлетіп өзі тыңдамақ еді. Мені тыңдатып қойып, өзінің сөйлеп кеткенін аңғармай қалды. Медицина университетін тәмамдағаннан кейін табаны күректе 5 жыл Тараз қаласындағы ауруханалардың бірінде қызмет атқарған екен. Өзі де сол елдің тумасы көрінеді. Енді Алматыға қоныс аудармақ болып келе жатқан бет екен. Санаулы сәт жолдас болған жігіттің мына бір әңгімесін өздеріңізбен бөліскенді жөн көрдім. Дәрігер болам деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірген емес. Жалпы мен сізге шынымды айтайын. Бала кезімде арманшылардың қатарында болған жоқпын. Сабағымды жақсы оқыдым, тәртібім тәуір болды. Бірақ 9 сыныпқа дейін болашақта кім болатынымды әлі шешпеген едім. Біреулер құсап, айға ұшсам деп армандап, я болмаса әнші, күйші, суретші, жазушы болам деп те ойламаған едім. Ал енді дәрігер болу туралы ой басыңа қайдан қаңғып келіп жүр деген заңды сұрақ туындайды. Бұл ауру әкемнің шешімі еді. Әкемнің өтінішімен 10 сыныптан бастап дәрігердің оқуына дайындала бастадым. Әрине басқа пәндерді біржолата жиып қойған жоқпын, бірақ химия, биология пәндеріне баса назар аудардым. Әдебиет пен тарих онсыз да жаныма жақын. Сонымен не керек 2 жылға дайындығым жаман болған жоқ. Мектепті алтын белгіге бітіріп, осы Алматыдағы медицина университетіне қиналмай түстім. Алматыда жас болып шалқып жүрдім. Ойнадым, күлдім, дәурен кештім дей алмаймын. Біріншіден өзім де ұйғыла өскен адаммын. Екіншіден біздің факультетте еркек кіндіктен гөрі төмен етектілер көп. Ең негізгісі біздің мамандық сандалбай жүрістер мен басы артық істерге мойын бұрғызбайды. Өнер академиясындағылар және мұғалімдіктің жаңа басқада мамандықтың оқулықтарына еркіндік, кеңдік деген жарасатын шығар. Ал біздің мамандық ондайды көтермейді. Өйткені адам тағдыры ойыншық емес. Қыз қуған, қызық қуған, серілік құрған жігіттер үшін жастық шақ дегенің аққан су соққан желдей шығар. Біз үшін мысық табандап жылжитын қысқы жазғы демалыстарының бәрін ата-анамның жанында сүйікті Таразымда өткізетінмін. Қалған уақытта Алматыда оқуымды оқыдым. Әупірімдеп 7 жылымды өткізіп, туған қалама тарттым. Сол жерде облыстық ауруханаға дәрігер болып жұмысқа тұрдым. Дәл сол кезде ауру әкемнің арманы орындалды. Сүйенші болдым. Жұмысымда ауруларды, үйімде әкемді емдедім. Біздің жұмысымыз оңай емес. Қарапайым жұрт қиын екенін біледі. Бірақ толық сезіне алмайды деп ойлаймын. Таңның атысы, күннің батысы демей шабылып жүреміз. Кейде осы дәрігер деген сөз, әбігер деген сөз бекер ұйқаспайды деп ойлап қаламын. Шын мәнінде біздің қызметіміз нағыз әбігерлік қызмет. Кейбір емделушілердің анализінің қорытындысын көргенде қанша өмірінің қалғанын біліп тұрасың. Бірақ күніңіз біткен екен дей алмайсың. Қолынан келгеніңше күресесің. Өйткені үмітсіз шайтан дейді. Біз шайтан емеспіз. Бірақ бәріне кәсіби тұрғыда қарауға тиіспіз. Мен шын мәнінде нақты істі жақсы көремін. Кез келген мәселеге тура қарау керек.
Көп сөйлеп кеттім бе? Айып етпеңіз, тамақтан алып отырыңыз. Адамның денсаулығының жақсы болмағаны осы дұрыс тамақтануға байланысты. Рас, жұрттар бізді еттері өліп кеткен деп кінәлайды. Қалай етің үйренбесін, тәулік бойы көретінің осы. Олар бірақ адам үшін жандары ауырады. Ал біздің миымызда бір сәтте ондайлардың 30 тұрады. Әркім үшін өзінің жаны, я болмаса жетелеп келген туысының жаны аяулы. Ал біз үшін бәрі бірдей. Біреуінен біреуін алалай алмаймыз. Еттері өліп кеткен дегеннен шығады. Біздің етімізді университетте жүргенде-ақ өлтіріп тастайды. Жоғары курста жүрегімізде бізді 3 жігітті моргке жіберді. Рас, бақа союдан басталған тәжірибеміз моргтегі сабақтармен әлдеқашан жалғасқан. Кірген бетте қолқаңды қабатын жағымсыз иіске де үйренісіп кеткенбіз. Бірақ бұл жолы барысымыздың жөні мүлде бөлек еді. Қайтыс болған адамның сүйегінен етін ажыратып қаңқасын алуымыз керек болды. Курстық жұмыстардан құтылатындықтан екіншіден тәжірибе болсын деп келісіп алғанымен жемге келгенде жүрексіндім. Біз соятын адам іздеу сұрауы жоқ, көп бомждардың бірі болса керек. Бұдан бұрын кіріп көрген, бұндай істің дәмін татқан 2 жігіт алғашқы күнгі шаруаларды өздері атқарды. Біз екінші күні кірдік. Суға бір қайнатып алған әлгі мүрдені етінен аршуға кірісіп кеттік. Міне мен сол кезде арақ деген пәлекетті алғаш рет ұрттадым. Әрине тәжірибелі аға студенттердің ақылмен. Басында өзімді жағымсыз сезінетінім рас. Артынан кейін әлі қаңқаның сүйектері жабысқан еттерін егеумен егеп, құм қағазбен ысқылап емін еркін отырғанын сездім. Еті үйренді, еті өліп кетті дегеніңіз осы. Ал адам сойғанның жанында біреулердің ашық жарақатын көру, анау айтқандай қорқынышты да, жеркенішті де емес. Өзіміздің таңдап алған жолымыз болғаннан кейін бәріне көнуге тура келеді. Шындығын айтқанда кейде қажып та кетеміз. Өзіңіз де білесіз, оңай жұмыс емес. Бірақ елдің бәрі оңайына жүгіре берсе, қиын жұмысты кім істемек? Әйтеуір біреу істеу керек қой. Бізде бір дәрігер бар, жасы 50-лердің бел ортасына келген. Өзі тәжірибелі болғандықтан ол кісіге мүлде тыным жоқ. Жұртта жүрексінетін ауыр оталарға да сол кісі кіреді. Кезекшіліктен тыс уақытта маза бермейді. Демалып жатқан жерінен шақырып алады. Әрине үйінде демалып жатқан, я болмаса қонақта отырған адамның мынадан тартып алуы мүмкін. Сондай сәттерде шұғыл шақырғанда өзі рөлге отырып, алып ұшып жетеді. Оны қаладағы жол полициясының қызметкерлері танып алған, кешіріммен қарайды. Әрине дәрігерлерге арналған жеке заң жоқ, бірақ жазылмаған заң деген болады ғой. Бірде шұғыл жасалу керек ауыр отаға шақырғанда қонақта отырған жерінен тура тартқан ғой. Жолда полицейлердің бірі тоқтатып, жауапқа тартып жолын кессе керек, ол артықы де дұрыс. Сонда жаңа көкеміз қайткен дейсіз ғой. Көлікті құжаттарымен қосып тастап, әрі қарай таксимен кеткен. Артынан жеткен полицейлер жаңа көкеміздің жағдайымен танысқаннан кейін кешірім беріпті. Кейде жұрттар дәрігерлер туралы жаман ойлап жатады. Ақша бермесе қарамайды деп. Сіз мен айтып отырған дәрігерді өзіңіз барып көріңіз. Біреуден бір тиын сұрап, емеурін танытпақ түгілі шын ризашылықпен ұсынған рахметіңізді де алмайды. Бірде бір шіріген байдың баласын ажалдан арашалап қалды. Байекең өмірінің жалғасы жиған дүние малының мұрагері саналатын ұлының тірі қалғанына қуанып, алтын қолды дәрігеріміздің мазасын әбден кетірген. Қомақты қаржыны ал деген, жұмыстан тыс уақытта жолынан күтіп алып та ұсынған. Сонда біздің ағай мешіт пен балалар үйін ұстаған. Қанша бергін келсе де сонда апарып бер деген. Ал өзіне бір бөтелке коньяк қана алдырған. Кейде сол кісінің кабинетіне кіріп барамыз ғой. Сол кездердің бәрінде мұңға батып терең ойдың құшағында отырады. Не ойлайды екен деймін. Ағамызды сонша мақтап отырмын ғой. Бірақ статистика бойынша ол кісі жасаған оталар басқалармен салыстырғанда көп жағдайда сәтсіз аяқталады. Онда несіне мақтап отырсын дерсіз? Заңды сұрақ. Оның себебі мынада. Әріптестеріміздің көбісі үмітсіз оталардан бастарын ала қашады. Жеңіл желпі нәтижесі тауыр болатын оталарды жасап, рахметке бөленіп жүре береді. Ал біздің ағай өзге дәрігерлер бас тартқан, жасаған күнде де жеміс бере қоймайтын оталарға барады. Барынша күреседі. Шын мәніндегі дәрігер. Біз сол кісіден үлгі алып келе жатқан жастармыз. Әрине арамызда сұғанақтар да жоқ емес. Енді өзіме келейін. Бір күні жұмыстан шықсам деген ой келді. Таңдап алған мамандығыма қанша адалмын дегенмен де мен де шаршадым, қажыдым. Әрине жас басымызбен қажыдым, шаршадым деген жараспайтын қылық.
Дүниені тындырып тастағандықтан емес, жағымсыз тірліктен шаршадым. Күнде болмағанмен кейде күнара, кейде аптасына бір рет болса да, көз алдыңда адамдар өмірмен қош айтысып жатады. Тура келген ажалға дәрмен бар ма? Аурулар қолымызда аттанып жатады. Соның бәрін көру жүрекке ауыр, жүйкеге де салмақ. Шыдап жүре бердім. Ал бір күні шыдамым таусылды. Менің төзімімді тауысқан мына оқиға болды. Біздің ауруханамызға бір күні Әсем деген бір қыз түсті. Білесіз бе, жап-жас, өз сондай әдемі, бір міні жоқ. Көрген адамның бәрі ғашық боларлық ақ қыз. Атына заты, ақылына көркі сай. Шіркін, Әсем десе Әсем, бірақ ауруының беті қатты. Анализ қорытындыларын қарап отырып шошып кеттім. Ұзаса 30-40 күндік қана өмірі қалған. Енді мына қыздың өлімін көру үшін қиын еді. 12-де бір гүл ашылмаған. 22 жаста ғана. 80-дегі 90-дағы адамдардың мейлі, 40-50-дегі азаматтардың өлімі өлім екен-ау. Ал мынау сұмдық енді. Қалай? Неге? Не үшін? Миым жетер емес. Мұхаммед пайғамбарымыздың менің үмбеттерімнің көпшілігі тілі мен көзден қайтыс болады. Бірақ адамдар олай ойламайды деген екен. Мына қызға шын мәнінде көз бен тіл қатар тиген-ау. Мынау қызда жас сәби сын деді. Тіл мен көз дегеніңіз жас ауру түгілі сұлу атты да жығып түседі ғой. Әрине, аурудың пайда болуына тіл мен көз әсер еткен шығар-ау. Тілдің тілі мен көздің сұғынан сақтану да оңай шаруа емес-ау. Бағана айтқан сөзіме енді өзім қарсы шығып отырғандай болармын. Мен де тәуіптеніп кеткендеймін бе? Рас, мен қазақты ортада тәрбиеленген, ата көрген, әже көрген адаммын. Тіл мен көз туралы айтып отырғанымда сондықтан. Әрине, бұл қыздың медицина тілінде атауы бар, нақты ауруы бар. Қыз шын мәнінде аса сұлу еді. Жоғарыда айтқанымдай, мен жастық шақтың, жігіттік кезеңнің қызығын көрген адам емеспін. Біреуге ғашық болып, біреуде жақсы көрген кезімде болған сияқты. Енді әрине айналамыздағы қыз келіншектермен бірде әзілдесіп, қалжыңдасып, тіпті әңгімелескенде боламын. Бірақ бір адамға ойым кетіп, емешегім үзіліп, көрмесем тұра алмастай сағынған кезім әй жоқ екен. Сондайда өзімді жүрексіз, сезімсіз, мейірімсіз біреу шығармын деп те ойлаймын. Әбден сүрленгенше бойдақ болып жүргенімнің де себебі сол шығар. Осы жүрісіме қарап әріптестерім маған өтей бойдақ деп ат қойған. Жарайды дедім. Өмірді босқа өткізбей, еліме өтей бойдақша қызмет ете алсам, арман не? Бауырына басып жар сүйіп, ұрпақ өрпітетіндер менсіз де кенде емес. Өтей бойдақ атанған байқұс басым 30-ға жақындаған тұсымда мына қызды көрдім. Көрген бетте жыл ұшырады. Бұрынғы танысымды, я болмаса туысымды, тіпті сонау бала күндерде бір сыныпта оқыған құрбымды көргендеймін. Бірақ кезіктірмеген адам мекені көрініп тұр. Қолымдағы құжаттарын да қарап шықтым. Ешқашан жолымыз түйіспеген сияқты. Сонда қалай болғаны? Артынан ойлана келе қарасам, бұл қыздың бейнесі бұған дейін менің қиялымда өмір сүріп келген екен. Болашақ жарым мен ғашық болатын қыз осындай болу керек деп қиялыма жасап алып, осыншама жылдар бойы асыл бейнесін әлпештеп келген адам болып тұр ғой. Міне енді сол жанды тірідей көріп тұрмын. Бірақ ауру әбден меңдеген шағында. Аурудың беті қанша күшті болғанмен, ол қыздың дидарында ешқандай әмірін жүргізе алмаған екен. Тіпті ажарын аша түскен деймін. Мүмкін бұл қыз дені сау кезінде тәкаппарда болған шығар. Ондай болса маған ұнамай қалар еді. Жалпы маған тәкаппарлық деген мүлде ұнамайды. Ал мына қыз өз сұлу, өз әдемі және өз сондай момын. Момындығынан шығар. Сүйкімділігіне шек жоқ. Әсіресе әлжуаз ғана, әнтек жымиғаны керемет. Жымияды да, артынша езуін тез жиып ала қояды. Ауру есіне түсер, сырқаты жанына батар, әйтеуір сүйтеді. Сол жалт ете қалған жымиысындағы жылылықты қатты жақсы көремін. Келген күннен бастап өз қолыма алғанмын. Әрине біз емін тағайындап беріп, жалпы бақылауда ғана ұстаймыз. Уақытылы уколдарын, системаларын салу медбикелердің жұмысы. Сол себепті де ол жақтан палатаға көп кере бермеймін. Арасында ебін тауып, себебін қылып кіріп шығамын. Жағдайын сұраймын. Жылы жымиятта қояды. Өмірге деген құштарлығы көзінен көрініп тұр. Бірақ ауруға мойынсынбасқа шарасы да жоқ. Біздің кейде аурулардан жағдайын жасыратын да кезіміз болады. Жағдайының ауыр екенін айтсаң, сырқат адам өзін өзі тастап жіберуі мүмкін. Сондықтан дәрігерден бөлек кейде үмітпен, кейде мейірмен емдейміз. Сырқатқа деген жылылық, оған деген мейірбан қатынас. Оны дертінен бір жолата айықтырып жібермесе де,
белгілі бір дәрежеде ауруын жеңілдетеді. Бір сөзбен айтқанда, дәрігердің сырқатқа деген жанашыр қатынасы оған антибиотик болмауы мүмкін, бірақ обезболивающий болады. Біз көп жағдайда осындай емді қолданамыз. Қыздың әкесі де, анасы да жақсы адамдар екен. Әсіресе әкесі күндіз-түні аурухананың айналасында жүреді. Кейде осынау ауыртпалықты өзінен көріп, Аллаға қайыр қылғым жақпады екен, бұл Құдайға не істеп қойдым дейді. Олай демеңіз, мұның барлығы да Алланың жіберген сынағы. Түсінесіз бе? Жазасы емес, сынағы деп қабылдаңыз деймін. Құдай өзі кешірсін. Бұл аурудың жағдайын сырқаттардың өзінен ғана емес, кейде олардың жақындарынан да жасырамыз. Өйткені жағдайы жақсы деп жұбатқандай болсаң, аурудың отасы сәтсіз өтсе, сен жақсы деп айтқансың. Енді неге бұлай болды демек? Сен дұрыс жасамадың дейді. Сол себепті де екі-үшті жауап беріп үйренгенбіз. Бірақ қыздың әкесінен еш нәрсені жасырмадым. Ненің қалай болғанын, алдағы уақытта қалай болуы мүмкін екенін тұтас айттым. Әрине 40 жыл қырғын болса да, ажалдының өлетінін, ажалсыздың қалатынын да ескерттім. Әйтпесе небір байлар бар емес пе? Германия, Кореяны шарлап, ем қонбай ақыры тура келген ажалдан жалтара алмай бұл дүниемен қош айтысып жататын. Сол себепті қонатын ем кез келген жерде қонады. Ем қонбайын десе, әлемді алты айналып келсең де ажалыңды табасың. Әсемнің ауруханаға түскеніне бір аптадай уақыт болғанда, мен оған үйренісіп, ол да маған үйреніп қалды. Бір түрлі бауыр басып бара жатқанымды сездім. Арамыздағы қатынас сырттай қарағанда дәрігер мен науқастың арасындағы кәдімгі қатынас сияқты. Бірақ арада бір нәзік қылдай көзге көрінбес тылсым байланыстың пайда болғанын сездім. Оның да жүзінен сондай бір нәзік сезімді байқағандай болдым. Әкем мен анамның үйлен деп мазалауы деп бара жатқаннан кейін көрші тұратын бір қызбен байланыс жасай бастағанмын. Бірақ қарым қатынасымызды тереңдетпей, қазірше жай таныс, сыйлас, дос ретінде ғана жалғап келе жатқанбыз. Ол қыз жалпы адам ретінде ұнайтын, балаларыңа атана, атаныңа келін болатын ақ қыз. Бірақ аңсап жетіп, сағынысып кезікпейтінбіз. Ерінбеген күні барып қыдырыстап қайтып, ерінген күні жата беретінмін. Кейде дәл мынандай қарым қатынаспен ерлі зайыпты өміріміз қалай болар екен деп күдіктенетінмін. Артынша елдің барлығы бірін-бірін сүйіп қосылып жатқан жоқ шығар. Мынау бақыттылардың көбісі осылай ақылмен, байыппен үйленгендер ғой деп өзімді өзім жұбатып алатынмын. Не де болса үйленейін, болашақта балаларымыз болады. Солардың қызығақ бақыт етер етін деймін. Енді міне, Әсемді көргелі ол ойымнан да айнып бара жатқандаймын. Бірақ Әсемнің алдағы өмірін жобай алғанмен өткен өмірінен хабарсыз едім. Мынандай қыздың сөз байласқан адамы да бар шығарау. Бірақ сол сөз байласқан адам болса, неге осыған дейін бірде бір рет халін сұрап келмеді?